Дэвид Гоггинс, тозақтан аман шыққан адам. Біздің миымыз әлемдегі ең қуатты қару. Иә, телефон, компьютер бұлар әрине жақсы. Бірақ сенің миың ғана сенімен 24/7 жүретін құрылғы. Әсіресе сен күйзеліске түскенде, не болмаса қиын кезеңдерде, мысалы жақын адамның қазасы кезінде өмірің сұмдыққа айналғанда, миың ғана сенімен бірге. Сұрақтарыңа жауапты Google'дан, не жеке психологыңнан, не жақын достарыңа барып іздеуің мүмкін, бірақ олар әрдайым көмектесе бермейді. Сен тәулігіне 24 сағат өз миыңмен оңаша қалатыныңды ұмытпа. Миы мүмкін болған түрлі амалдар арқылы сенімен тілдеседі. Ол бәрін басқарғысы, бақылауда ұстағысы келеді. Егер сен өз миыңды басқара алмасаң, ол тұтастай сені бақылауға алады. Шикілік осы жерден туады. Сен өз миыңа қалай қарай жүргің келетінін, мақсатқа қалай қол жетуді көздегеніңді айтуың керек. Сен оны толықтай басқаруың керек. Әйтпесе өмірің сұмдыққа айналады. Дәл менің жағдайымдағыдай. Мен бір істі қолға алар алдында өзімнен мынаған қалай қол жеткізсем болады деп сұрайтынмын. Әрдайым тек бір ғана еңбектен деген жауап алатынмын. Еңбек мақсатқа жеткізетін жалғыз тәсіл. Өз-өзіңмен жұмыс істеу керектігін түсіндім. Сол сәттен бәрі басталды. Қалай бастау керегімді білмесем де, орта жолдан бұл ойымды тастап кетпедім. Әрі қарай зерттеуімді жалғастыра бердім. Бір нәрсе түсінбедім бе? Оқыдым. Тағы түсінбедім бе? Қайталадым. Есімнен шықты ма? Жазып алдым. Міне, осылай ұмытпау үшін жазып алуды үйрендім. Тағы қайталап жаздым. Қайтадан. Не болғанын тауып көрші. Мен түсіндім. Менің миыма жетті. Егер жүзу білмесең, өз жетістігіңе сенбесең, тағы да істеп көр. Бәрін басынан баста. Жетістікке жетпейінше тоқтама. Еш нәрсеге қарамастан қолға алған нәрсені жүзеге асыруға тырысу керек екенін түсіндім. Сонда ғана сенің миың жақсы, мен түсіндім. Сені тоқтату мүмкін емес екен дейтін болады. Бұған дейін қанша уақыт өтетіні маңызды емес. Қазір дұрыс болмай жатыр ма? Онда әлі де тәжірибе керек. Тәжірибем жүзеге аспады ма? Тағы бір мәрте тырысып көремін. Бастысы артқа шегінбедім. Менің миым соны түсініп, жарайды, бейімделемін де саған жәрдем беремін деді. Көп адамдар тырысып көремін, тырысамын деп жатады, бірақ сен бұлай миыңды алдай алмайсың. Ол бәрін түсінеді. Сайтан алғара, бұл мені алдап тұр. Ол бұны тастап кетеді дейді ми. Адамдар менен теңіз жаяу әскерлері қатарында оқып жүргенімде қалай темірдей қатаң тәртіпке шыдағанымды сұрайды. Оқу бағдарламасы 1,5 жылды қамтыды. 1 жылдың ішінде мен 3 рет сұмдық апталарды басымнан өткеріп үлгердім. Маған дейін менің қолымнан келгенде ешкім жасамаған. Миымда өз ережелерімді орнаттым. Ойымда қалыптасып қалған нормаларды бұздым. Кішкентай кезімде біз айына $7 тұратын үй жалдайтынбыз. Бұл мен үшін норма сияқты көрінеді. Маған бұл ұнайтын, себебі мен басқа өмірдің барын білмедім. Сол үшінде бұл норма сияқты көрінетін. Бірақ біз айына $236 тұратын үйге көшкенімізде, әлгі лашыққа қайта оралғым келмейтінін түсіндім. Бірақ егер мен қайта сол лашыққа көшіп барып миыма бұл бізге болады десем, ол да жарайды дегенің болсын, бұл да жақсы жер дер еді. Сондықтан жаяу әскер қатарында жаттыққан 1,5 жылда жердегі тозақтан қайта-қайта өттім. Басынан бастап өзімді қатаң нормаларға дайындадым. Денімнің буын-буыны ауырып қақса да, уақыт өте келе ол да нормаға айналды. Бұған менің ақылым көнді. Кейін бұл жай ғана жұмысқа барып келгендей болып кетті. Алдын ала дайындаласың, костюміңді киесің де жұмысқа барасың. Бірақ мен күн сайын өзімді сынаумен болдым. Күнде бір сынақ. Сынып кетпейінше. Күнде қатерлі жағдайларға бас тіктім. Денеме жүк арттым, бұлшық еттерім ауырды, сіңірлерім тартылды, сүйектерім сынды. Бұның бәрі менің жаңа қалыпты жағдайыма айналды. Ақылым ауырлық болмағанда түсінбей қалатын күйге жетті. Сынақ барысында денеме ауыртпалық түспесе өзімді ыңғайсыз сезінетінді шығардым. Күнде одан бетер шыныға түстім. Мықтырақ бола бастадым. Адамдар сынық аяқпен, сынық сирақпен қалай жүгіресін де таңғалатын. Менің миым не істеу керектігін білді. Барлық сынаққа төтеп беріп өту керек деп ғана қабылдады. Басқасының мәні болмады, еш маңызы жоқ еді. Мен тозақтың бір бөлшегіне айналдым. Бұл менің қалыпты күйіме айналды. Өзіме тозақтан басқа мүмкіндік қалдырмадым. Мен үшін өзге нәрселер жоқ сияқты көрінді. Мен Құдайды сүйемін. Бірақ жаяу әскердегі қысқа уақыттың ішінде әзәзілге айналып үлгердім. Ол жерде нағыз тозақтың өзі болды. Мен теңіз жаяу әскерінің бастығы, иесі, генералына айналғандай болдым.
Міне қаншалықты менің ойым өзгерді. Сол ой мені барлық қиындықтан алып шықты. Сен өз миыңда өзіңе жағдай жасайсың. Өзіңе ешқандай амал қалдырмай, сол ортаға сіңіп кетесің. Теңіз жаяу әскеріне оқудың ең басында 135 килограмм салмақпен барғанымда, бұл менің өмірімнің соңына дейін жалғасатын шығар деген үлкен қорқынышым болды. Өмірімнің сол кезеңіндегі ең үлкен қателесуім жақсы өмірге деген талпынысым арқылы жеткен 135 килограмм салмағым. Үлкен корпорацияда жұмыс жасап, ай сайын табатын $1000 менің толық потенциалымды ашты деп ойлауым. Ал бірнеше жыл өткен соң ол 10%-ды да құрамайтынын түсіндім. Мен 48 килограмм салмақ тастадым. Дайындықты бітірдім. Дамуды жалғастыра бердім. Артқа қарап бұл өте қиын болғанын түсінемін. Бұл адамдардың түсінуі керек болған нәрсе. Біз өзіміздің күшіміз, мүмкіндігіміз неге жететінін әрекет етпей тұрып мүлде біле алмаймыз. Сонымен қатар маңызды деген бағытта ғана күш-жігерімізді жұмсауымыз керек. Өмірдің жаңа деңгейіне өт. Бұны өміріңнің нормасына айналдыр. Иә, бұл оңай болмайды. Оңай болмауы да керек. Бірақ сол кезде ғана сен өзіңнің 100% әрекет етіп жатқаныңды түсінесің. Менің оқиғаммен таныс адамдар мені қаныпезер адам деп ойлайтын шығар. Жоқ, мен жай ғана біздің мидың қалай жұмыс жасайтынын жақсы түсінемін. Денеміздің мүмкіндіктері қаншалықты зор екенін, маған қаншалықты қуат бере алатынын жақсы білемін. Таныссыз, тамырсыз, миымның жұмысын нөлден бастап зерттей отырып, мен өзімді өзім қалыптастырдым. Ал мақсатқа жеткен соң, өзіңді шынымен жеңімпаз екеніңді сезінесің. Сен әрдайым бәрі оңтайлы бола бермейтінін түсінесің, бірақ сынық аяқпен жүгіре алатыныңды, көпшілік істей алатын, бірақ істегісі келмейтінін, іс-әрекетті жасағаныңды түсінудің өзі саған орасан күш береді. Ауырлық сенің бір бөлшегіңе айналғанда, мида түсініп, қуатты энергия ағынын тудырады. Таңғы 4-те сынған аяғында ары қарай жүгіру үшін орап отырғаныңда қалыпты жағдайға айналып кетеді. Тіпті әлемдегі ең қиын әскери дайындықтан өтіп жатқанның да түкке тұрғысыз болып қалады. Сенен де мықты, дені сау курсанттарға қарайсың да өз жолыңмен алға қарай жүре бересің. Бұл жағдай сені шыңдап, қуатыңды арттырмаса кемітпейді. Өз-өзіңді аяп, қолымнан келмейді, болды, тастаймын деудің қажеті жоқ. Бұған, я, қазір маған қиын, мен шаршадым, бірақ мен әлі осы жердемін, күресті жалғастырудамын. Бұдан өтер жол табамын, себебі артқа шегінер жол жоқ деп қараған жөн. Ал шаруам тіптен нашар болғанда, миым әрі қарай шешім іздеуді жалғастыра берді. Тоқтамады. Бұндай кезде сезімдер өшеді. Сен аштықты да, ауыртпалықты да, ашуды да сезбейсің. Мысал, саған оқ жаудырса, сенің сезімге беріліп жауды жамандап тұруға уақытың болмайды. Сенің миың қашу арқылы қорғану керек деген сигнал береді. Тез табаныңды жалтырату керек. Жаңа тәртіп іске қосылады. Бірақ бұл тәртіп өмірдегі орныңды түсінбесең, саған пайда бермейді. Сондықтан алдымен мына сұраққа жауап іздеген дұрыс. Жаның нені қалайды? Бұл сұрақтың жауабын саған айта алмаймын. Сен де жауабыңды біреуге айта алмайсың. Әркім өзі өмірлік ісін табуы керек. Менің жағдайымда әскери қызмет арқылы потенциалымды ашу болды. Әрдайым өзгелер мақтана айтатын адамға айналғым келеді. Өз-өзіме айнаға қарағанда мақтан алатын адам болғым келді. Толық кезінде айнаға қарағым келмей, өз-өзімнен көңілім қалатын. Адамдар Дэвид Гоггинс деген адамнан шабыт алса деп ойлайтынмын. Бұл менің қолымнан келді. Біреулер мен ылғи азаптану, қиналу туралы айта береді дейтін шығар. Бірақ қазір өз-өзімен үйлесімдемін. Себебі нағыз тозақты өткермей ешкім өмірден үйлесім таба алмайды. Ал тозақсыз-ақ өз-өзімен үйлесімдімін десең, құттықтаймын. Саған бақыт тілеймін. Ал мен үйлесімге өз-өзімді жеңу арқылы келдім. Менің ойымша шынайы өзіңді тану сынақтар мен қиыншылықтар, ауыртпалықтар, жауапкершілік арқылы келеді. Жауапкершілік ол өте маңызды. Өзің мен өзгелерге толық жауапкершілік алғанда ғана сен өміріңді өзгертіп, өмірден үйлесім таба аласың.